қалайсыз? Өте сапалы загар алған біздің отбасында өзі әкесі. Айпатшасы. Чуть-чуть мен. Бүгін күн жарқырап тұрғанда бүкіл сайттар жазып жатыр. Ақ жігітім шоколад қайналды деп. Менің сөзімді. Соған не дейсіз? Шоколад жақсы көретінім рас десе. Шоколадты жақсы көреміз, құрметтейміз. Осылай, бірақ толмаймыз дейсіз ғой. Бір адамдар сияқты. Бір қалыпты ғой. Шіркінай. Біз шоколад жақсы көреміз, бірақ келесі... Бір қалыпты, сенімді, нық қадам. Сонда мен не, сенімсіз, бір қалыпсыз емеспін ба? Мен сонда қалай бұл сөзіңіз? Менің артында келетсіз ғой. Жоқ, жалпылама мен айтам да, шоколад жейм, тәттін жақсы көремін, бірақ менікі деп шіркінің көрініп тұрады. А сізде қанша жесеңіз де көрінбейді. Мен сол мәселеде. Неге олай? Әділетсіз мына өмір. Не әділетсіз? Жоқ, сіз тура мен сияқты жейсіз. Тәттінді, шоколадты жақсы көресіз. Бірақ сіз толмайсыз. Есепсіз жемеймін ғой. Мен де есепсіз жеймін ба не? Сіз өте есеппен жейсіз әрине. Жоқ. Мен қарапайым есеппен жеймін да, сіз өте есеппен жейсіз. Жоқ. Сіз менен қалыспайсыз негізі. Мен мысалы қант жемеймін. Кока-кола ішпеймін. Мен де қант жемеймін. Балға отырған адамын мысалға. Сіз де солайсыз. Бірақ десе де фигурамыз әртүрлі ән айтады деген сияқты ғой. Ол енді жаратылыс қой. Жаным ау, дөңгеленген анашымның фигурасына тартып кетеді дейсіз ғой. Өткенде спец батальон, спортпен айналысу, мен 12-13 жасымнан спорттың арасында келдім. Аллаға шүкір. Мен де спортспен. Баяғыда бір әкімшілікте жүргенде кезінде бір өзімен семіріп. Уақытында түскі ас ішесің, уақытында кешкі ас ішесің ғой, акиматта жүрген. Бір түрліге маған тіптен жараспайды екен ол. Қазіргі Айсұлтанның түрі сияқты. Иә, топтап бір түрлі. Табиғатыма келмейді екен жалпы. Да, осындай. Жаққа келмей 4-5 килограмм босыппын. Құттықтай. Менің қанша қосқанымды айтайын ба? Айтпай қозғаныңыз абзал болар деп ойлаймын. Иә, айтпай қояйын, өйткені одан көңіл күй көтерілмесі анық. Қызық адамдар. Жақсы емес пе? Қыз. Несі жақсы? Біреуіміз сухой, біреуіміз былай. Влажный болып жүрген. Жақсы емес пе? Мама. Да, күлеміз ау. Ай, Алёка өз әлеміне келді деген сөз. Қайырлы таң, Айзентай. Жаным тілегім менің бөпелердің бәрін қасына ұйықтатып қояды үштіп. Не деген тәтті осы бөпесі. Өзі бөпе, бөпенің де бөпесі бар. Анау елден осыны көтеріп келді. Жаным, жүрегім, тәттіғім. Ақшасы көп өзінің. Не аласың ақшаңа?
Көйсәнім, қарашы маған. Бөпем, тәттәғым менің. Вкусняшкалар аласың ба? Жарайды. Еще пельмени. Ауылдың пельменін сағындың ба? Сорпасын сағындың ба? Жаным дедім, жүрегім дедім. Тәттәғым дедім, тәттәғым. Нұра ауданының соңындамыз. Қыдеке үшін бір тарихи сәт деп айтсам болады. Ең бірінші рет өзінің туы туралы куәлігін көріп тұр. Ұлытау облысы болғаннан кейінгі уақытта. Және ең қуаныштысы Қыдырәли Болман Нұртай ұлығылып ауыстырып, Офтың барлығын алып тастадық. Офтың бәрін алып тастадық. Екіншісі Ұлытау ауданы, Ұлытау облысы болып тұрды. Қандай керемет, иә. Құттықтаймын. Өз бөпе сияқты болып тұр міне, туы туралы куәлігін ұстап. Рахмет сіздерге. Нұра ауданының соңы адам, как всегда, көп. Осындай жақсы адамдардың арқасында тез көрімдік беремін ғой енді маған. Әлде сіз маған бересіз ба десем ба? Күшті. Концертке 3 күн қалды. Біздер қазақтар соңғы моментте қозғалатынымыз. Енді ол қанға сіңген қасиет па, білмеймін. Тіпті мына айналамыздағы жақын деген танитын жандардың өзі соңғы күн қалғанда билет іздеуде, бірақ әрине дұрыс орындардан жалпы билет қалмаған. Қыздар, қанша билет қайтарылыпты жалпы? Қайтарылғанның барлығын орны уже толған, уже орын таппай отыр адамдар қазір. Ал жалпы әлі де келгісі келетін жандарға балконнан дедіңіздер ме? Балконнан шамалы билеттер қалған екен. Соны алып үлгеріңіздер деп айтамыз. Ал